Мен бір жегеннен ғашық болған тағам, дәмі сондай керемет. Дәмі өте сондай керемет, бар жоқ 10-ақ минуттың ішінде тез дайындалады. Түріктің таңғы асы. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер, бірге жасап көрейік. Шакшуканы дайындау үшін бізге осылай тәтті бұрыш, болгарский, помидор, пияз, сарымсақ, май және де 2 жұмыртқа керек. Мен бұны 2 адамға арнап жасадым. Егер де сіздер 3-4 адамға арнап жасайтын болсаңыздар, осыны 2-3 есеге көбейтесіздер. Және де барлығын осылай 4 бұрыштай етіп әдемілеп турап алатын боламыз. Егер де сливочный май жоқ болатын болса, сұйық маймен де пісіре берсеңіздер болады. Осылай бәрін 4 бұрыштап турап дайындап алатын боламыз. Міндетті түрде жасап жеңіздер, дәмі сондай керемет, күшті. Жұмыртқаның өзін қуырғаннан гөрі осылай шакшука жасап жеңіздер. Осылай сливочный майымызды осылай салып, ерігенде пиязымызды, сарымсағымызды, болгарский бұрышымызды, перецімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. 2-3 минуттай жай отта араластырып отырып қуырыңыздар. Одан кейін помидорымызды салып, жақсылап тағы да 1-2 минуттай қуырып аламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып қойыңыздар. Осылай жақсылап араластырып, бір тегіс етіп, 2-3 минут уақыт өткеннен кейін кішкене тұз сеуіп қойыңыздар. Қолдың ұшымен сәл ғана себіңіздер, қасықпен сеппеңіздер, көп болып кетеді. Және де енді осылай тағы бір араластырып, 2 бұрышын осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ашып, 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Және де тағы кішкене тұз сеуіп, осылай міне видеодағындай жасайсыздар. Араластырып, ортасын ашып, араластырып қоясыздар. Болды, баршаңызға ас болсын. Жұмыртқаны кішкене ғана қуырасыздар, қатты қуырмайсыздар. Баршаңызға ас болсын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Әсем.